Жалпы Алла жолында қайырымдылық жасауға байланысты Алла тағаланың өзі Құранда бұйырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінде сол нәрсеге көптеп үндеген. Алла тағала Құран кәрімде бисмиллахир-рахманир-рахим: ей иман келтіргендер, маңдай терлеріңмен тапқандарыңнан және де біз сендерге жерден жеңіл шығарып бергендеріңнен Алланың жолында жұмсаңдар деген. Міне бұйрық. Екінші, ардақты пайғамбарымыз өзінің хадисінде адам баласы дүниеден озғаннан кейін үш нәрседен басқаның барлығы үзіледі деген. Біріншісі, оның үзілмейтін жасап кеткен садақасы деген. Қияметке дейін үзілмейтін садақа жасап кеткен. Екіншісі, оған пайда беретін білім деген. Яғни артына шәкірттерді дайындап кеткен болса, бір адамға әлифті үйретіп кеткен болса, Құран оқуды үйретіп кеткен болса, тура жолға бір адамның келуіне себеп болған болса, оның сауабы міндетті түрде қияметке дейін барып тұрады. Және де салихалы болған ұрпағы. Оған әрдайым дұға жасайтын, оған әрдайым артынан ізгі амалдар жасап отыратын деген. Яғни қарап отырсақ, осы ардақты пайғамбарымыздың хадисінде ең бірінші үзілмейтін жасаған қайырымдылығы деген. Үзілмейтін, қияметке дейін жалғасатын. Мысалы, бір адамға бір садақа бердік, белгілі бір көлемде. Ол сол кезде сауабын алдық, болды. Ары қаратай ол сауабы жалғаспайды. Ал бірақ уақыф дегеніміз осы сауабы әрдайым жалғасып тұратын амалды айтқан. Енді қайырымдылықтардың ішінде уақыф деген сөз бар, зекет, садақа деген бар. Сонымен кейде шатасып кетіп жатуымыз мүмкін. Уақыф пен зекеттің айырмашылығы: зекет ол парыз, ол міндетті түрде біздің дүниеміз, шариғатымызда талап етілетін белгілі бір бөлігін беру міндеттеледі. Ол жерде қарастырмайды, берсең болады, бермесең де болады деген нәрсе қарастырмайды. Ол міндетті түрде берілу керек. 40 қойдан бір қой дегендей. Қарамалдың өзінің, түйенің өзінің, алтынның өзінің, ақшаның өзінің мөлшері бар. Ал уақыф адамның өзінің еркісі. Оны беру үшін міндетті түрде нисап мөлшеріне толу ол шарт емес. Кез келген адам өзінің қолындағы бар дүниені уақыф қылып берсе болады.